Ассалаумағалейкум, Атырау Әуес қой балықшылары. Кешеден бастап телефонға тыным жоқ, қазірде соғып жатыр жігіттер. Мынау түнде балық аулайтын заңды алып тастады ма деген сұрақтар көп келіп жатыр. Яғни заңдар бір-біріне қарама-қайшы жасап кетіп жатыр екен кеше түнде. Бұны ана осы видеоны үкіметтік ұйымдарға жібереміз. Яғни соларға бағытталады. Бұл кеше полиция қызметкерлері мен МЧСниктер кеше жайықтың ортасында жүріп алып, бүткіл балықшы түнде балық аулап жатқан жігіттердің бәрін қуып, мынандай заңды қазір жоқ, қазір алып тастады деген сияқты бір әңгімелер айтып, балықшылардың бәрін қуып жіберген екен кеше. Алып кетеміз, қазір штраф саламыз деп. Бұл барып тұрған бір масқаралық, өйткені бұл заң бір-біріне қарама-қайшы соғып жатыр. Білмеймін кімнің істеп жүргені, но бірақ заң бір-біріне қарама-қайшы шығып, осыдан айтайын, 2 жыл бұрын Олег Тушкановтың өзінің бекіткен заңы бар, жаңағы, егер қарасаңыздар болады, жаңағы бір қармаққа 10 крючок саласың ба, 20 крючок саласың ба, өзің білесің. Тек қана 5 килограммнан аспайды, және түнгі балық аулауды атымен жаңағы түнге балық аулауға болады. Бұрын болмайды деп, қазір болады деген заң шықты. Енді осы заң бойынша жігіттер кеше Атырау Әуес қой балықшылары балық постоянно аулап жүр ғой енді. МЧСниктер, полиция қызметкерлері келіп, түнде енді балық аулауға болмайды деп, заңды бір-біріне қарама-қайшы соғыстырып қойып отыр. Жігіттер егер келіп жатса, қараңыздар, ана интернетті қарап, ашып айтып беріңіздер. Ешқандай да мұндай заң жоқ. Сіздерді ешкімде толтыра алмайды. Заң, бұл заңның аясында сөйленіп жатқан нәрсе, ешқандай да ойдан шығарып жатқан нәрсе. Бірақ ана кешегі істеп жатқан полиция қызметкерлерінің, МЧСниктердің айтып жатқандар, ол заңның аясында емес, заңға қарама-қарсы шығып жатыр. Сіздерді ешқайсысы ешкімде толтыра алмайды. Ол мұз бір жерде 30 сантиметр, 20 сантиметр, 10 сантиметр, 5 сантиметр, ол енді әрқайсысы жаңағы жоғарда мысалы 20-30 сантиметр болса, төменде 5 сантиметр болсын, 10 сантиметр болсын, оған ешкім қазір түсіп кетіп жатқан ештеңе жоқ. Мұз қалың қазір. Мосттың астынан аулауға болмайды. Сосын жігіттер, мосттың астынан категорически запрещено, былайда аулауға болмайды. Мосттың астынан жақындамаңыздар. Мосттың асты енді жылым болады, не болады. Сол себепті бұл үкіметтік ұйымдарға жаңағы жолданады осы видео. Заңның аясында сөйлеңіздер. Біз сіздерден заңнан сабақ алсақ, сіздер наурат қарама-қайшы шығып жатсыздар. Кеше жігіттердің бәрін ұстап, алып кетем, бүйтем, қоқан-лоқы көрсеткен жігіттерге. Сол себепті айтарым, ешқандай да түнде балық аулауды ешкім запрет жасаптаған жоқ. Тек қана жаңағы мосттың астынан аулауға болмайды. Жаңағы енді МЧСниктер сіздердің қауіпсіздіктерің үшін ескерту жасау керек еді негізге, қумау керек еді бірақ. Жалпы осы үкіметтік ұйымдарға бағытталады. Заң бар, заңнан аттап кете алмайсыздар.